Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын, таразысыз және миксерсіз жасалатын 12 қасық деп аталатын итальяндық пирогтың рецебімен бөлісемін. Беті жарылмай өте әдемі болып, іші толығымен пісіп шықты. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіз. Пирогты жасау үшін барлық заттар жылы болуы қажет. Ең алдымен 3 жұмыртқаны құрғақ ыдысқа салып, оның ақуызы мен сарыуызы біріккенше араластырамыз. Енді осының үстіне толтырмай 12 ас қасықпен қант саламыз. Қант салып болғаннан кейін келесі кезекте 12 ас қасықтай сұйық май қостым. Сұйық май міндетті түрде дәмсіз және иіссіз болуы тиіс. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде алдағы уақытта шығатын рецептерді ең бірінші болып көре аласыз. Осы 3 құрамды салып болғаннан кейін біркелкі болып қант ерігенше араластырамыз. Қант еріп аздап көпіршіктер шыға бастаған кезде араластыруды тоқтатып, келесі кезекте осының үстіне жылы сүттен 12 ас қасық қосамыз. Барлығын қосып араластырып, осының үстіне 1 шай қасық алма уксусын қостым. Он міндетті түрде алдын ала елеуіштен өткен болуы тиіс. 12 ас қасық ұнды қосамыз, және де мен ас қасықпен толтырып қостым. Барлығын қосып болғаннан кейін 2 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Достар, пирогы дұрыс шықпайды, немесе пирог жасап үйренгісі келіп жүрген жақындарыңызбен дәл осы видеоны бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Барлығын салып болғаннан кейін біркелкі масса болғанша түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Осындай қоюлықтағы қаймақ тәрізді масса шықты. Енді қамырға мән беріп қарасақ, қамырдың арасындағы ұсақ-ұсақ ауа тесіктері, яғни бұл пирогтың көтеріліп, әдемі болып шығуына өз әсерін тигізеді. Егер де қопсытқышыңыз дұрыс болмаса, дәл осы сияқты түйіршіктер шықпайды. Менде форманың көлемі 19 см. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Яғни 35-40 минут уақыт аралығында толық пісіп шығуы тиіс. Немесе шпажканың көмегі арқылы тексеруге болады. Егер де шпажка құрғақ шықса, онда пирогыңыз пісті деген сөз. Достар, пирогтың іші құрғақтай әдемі болып шығуы үшін міндетті түрде барлық ингредиенттер жылы болуы тиіс. Және де пирогтың қамырын араластырған кезде міндетті түрде оның арасында ауа көпіршіктері болуы тиіс. Егер де олар болмаса, сіздің салған ашытқыңыз немесе қопсытқышыңыз дұрыс емес деген сөз. Ал егер де миксерді пайдаланатын болсаңыз, жұмыртқа мен қантты міндетті түрде ұзақ араластыруыңыз тиіс.